Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге өте қызықты процесті көрсетемін. Яғни ChatGPT-дің көмегімен мультфильм идеясын жасап, кейін ChatGPT бөліміндегі Sora жасанды интеллектіден алынған кадрларды CapCut бағдарламасында әдемі етіп қалай жинауға болатынын көрсетемін. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, өздеріңіз де басқа мультфильм жасап шығара аласыздар. Алдымен ChatGPT-ге не керек екенін нақты айтамыз. Мысалы, мен былай сұраймын. Ал ChatGPT маған не береді? Ол маған дайын промптты және де өзінің ұсыныстарын береді. Мен соның ішінен өзінің маған фотоны генерациялап бергенін сұраймын. Енді ChatGPT-ден сценарийді шорт-листке айналдырамыз. Яғни ол маған басты кейіпкерді шығарып берді. Әрі қарай енді кейіпкердің әрекеті мен фондарын кадрларға бөлуді сұраймыз. Нәтижесінде ол маған осы басты кейіпкермен 3 кадрды дайындап берді. Әр кадрды жеке-жеке бөліп аламыз. Келесі қадам енді осы кадрлар үшін сценарий жазу, яғни ChatGPT-ге бізге белгілі бір сценарийді оқиға бойынша жазып беруін сұраймыз.
Ендігі қадам осы дайын болған промпттарды Сораға жеткізу. Сора дегеніміз OpenAI, яғни ChatGPT компаниясының фотоларды видеоға айналдыратын, генерациялайтын жасанды интеллектісі. Келесі кезекте осы сайттың ішіндегі видео бөліміне өтеміз. Видео бөліміне өткеннен кейін бағанағы сақталған кадрды, яғни бірінші кадрды әкеліп жүктейміз және де астына ChatGPT-дің жазып берген бірінші сценарийін қоямыз. Бірнеше секундтардан кейін Сора бағдарламасы бізге фотомыздан видео жасап береді. Яғни бұл бірінші кадр. Бірінші кадрде өзімізге ұнағанын таңдап алып, оны сақтап аламыз. Және де екінші, үшінші кадрлер үшін дәл осындай қадамдар жасаймыз. Келесі кезекте өзіміздің компьютеріміздегі кез келген фото немесе видео редактор бағдарламасын ашып, сол жерге осы кадрларды жүктейтін боламыз. Келесі кезекте осы жүктелген кадрларды бір-біріне жабыстырып, керек емес жерлерін қиып тастап, бір видео шығаратын боламыз. Міне осылайша бізде ChatGPT арқылы идея мен сценарий жасап, Сорадан кадрды алдық және де CapCut'та оны толық монтаждадық.